Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін пайдалы кеңестер арнасы. Бауырды емдейтін супер дәріні білесіз бе? Бауырдың жұмысы нашарласа, бүкіл ағза тозады. Себебі біздің өміріміз үшін үлкен маңызы ие. Ол ағзаға түскен А, В, Д дәрумендері мен фолий қышқылын реттеуге қабілетті. Сізді қандай да бір дерт мазаласа, алдымен бауырды тексертіңіз. Оның жұмысын қалпына келтірмей, аурудан айығамын деп ойлаудың қажеті жоқ. Сондықтан үй жағдайында бауырды мына әдіспен емдеуіңізге болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Пайдалы кеңестер бір арнасы. Сулы бауырды емдейтін супер дәрі. Оған қоса тазалауды, жұмысын жеңілдетеді, қабынуды басады. Сулы бауырға аса қажетті биологиялық құрамға өте бай. Нақтырақ айтқанда, глютамин, жасұнық, май, темір, эфир майы реттейді. Сулыны біз ұсынған әдіспен дайындап, ішсеңіз бауырды да емдейді. Одан бөлек қан тамырды тазалайды. Хлорестинді азайтады. Қандағы қант диабетін реттейді. Қан айналымын жақсартады, әрі қан қысымын төмендетеді. Мен сіздерге қазір екі әдісті айтамын. Бірінші әдісіміз 250 грамм тазартылған сулыны ыдысқа салыңыз. Үстіне 4 литр салқын су құйып, отқа қоясыз. Орташа отта тұра 1 сағат қайнау керек. Осыдан соң ыдысты оттан алып қоясыз. Бөлме температурасына салқындаған кезде сүзіп шыны ыдысқа құйып қойыңыз. Ем ретінде 250 мл күніне 3-4 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын балмен бірге қабылдайсыз. Ескерту: емдік сусынды ішетін кезде жылытуды ұмытпаңыз. Жылы ретінде қабылдайсыз. Екінші әдіс: 3 стакан сулыға 3 ас қасық қайың бүршігі мен 2 ас қасық бүлдірген жапырағын араластырып, ыдысқа салыңыз. Оған 3 литр салқын су құйып, бетін жауып қоясыз. 24 сағаттан соң ыдысты отқа қойып, 15 минут қайнатасыз. Осы уақыттан соң қайнатпаға 2 ас қасық жүгері мен 3 ас қасық тарын қосып, тағы да 15 минут қайнататын боласыз. Белгіленген уақыттан кейін ыдысты оттан алып, 45 минут тұндырып қоясыз. Тұнба дайын болғанша итмұрынды дайындап аламыз. Ол үшін 250 грамм итмұрынның 1 стакан суға салып, қайнатасыз. Дайын болған соң сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Оның үстіне сулы тұнбасын сүзіп қоясыз. 2 түрлі шипалы сусынды жақсылап араластырып, 15 мл ішесіз. Емдік күніне 2-4 рет тамақтан алдында қабылдау керек. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазыңыздар. Пайдалы кеңестер бір арнасы.